Қазақстанның еңбек сіңірген спортшысы Ғалым Жарылғаповты еске алуға арналған бокстан 38-ші халықаралық турнир өтті. Дүбірлі додада әлем елдерінен келген мықты спортшылар бақ сынайды. Байрақты бәсеке жайлы тілшіміз Жаннұр Үсіндетуллағыз айтып берсін. Ғалым Жарылғаповты еске алуға арналған 38-ші халықаралық турнирге Әзербайжан, Тәжікстан, Куба, Грузия, Камбоджа, Қырғызстан сынды алыс жақын шет елдерден ең мықты боксшылар келді. Жарыста 26 команда бақ сынады. Салтанатты шараның ашылуында марқұмның жақындары, шәкірттері, қызметтес достары қатысты. Барша жиналған қауым боксшының өнегелі өмірі жайлы әдемі естеліктермен бөлісті. Сондай-ақ облыс әкімінің орынбасары Ербол Әліқұлов сөз сөйлеп, спортшыларға сәттілік тіледі. Бүкіл дүние жүзіне белгілі Қазақстан боксының мектебі, соның ішінде Қарағанды мектебі ерекше ойып орын алған. Баршаңызға белгілі қасымызда тұрған Серік Бауырымыз Сапиев, Серік Елеуов, Василий Жиров, әрине Геннадий Головкин секілді спорт шеберлері тек қана өздерінің ұстаздарының арқасында осындай жұлдыздыққа жетіп жатыр. Соның бірегейі біздің Ғалым ағамыз. Осы Қарағанды спорт мектебінің негізін қалаушы деп айтуға болады. Сондықтан да осындай турниріміз ұзағынан болсын деп тілегім келеді. Баршаңызды бүгінгі мерекелік шараның ашылуымен құттықтаймын. Қош келдіңіздер. Ғалымды еске алып ұмыттырмайтын халқы бар. Сіздерге үлкен рахмет. Елімізде мықты спортшылар шыға берсін. Қазақстанымыз алға бассын. Еліміз аман болсын. Ғалым Жарылғапов атындағы 38-ші халықаралық турнирге ерлер мен әйелдер арасында барлығы 116 боксшы қатысты. Олар 2 күн қатарынан өз салмақ дәрежелері бойынша былғары қолғап түйістіреді. Бас төрешінің айтуынша, бұл турнир қазақстандық боксшылар үшін үлкен тәжірибе болмақ. Жарыс өте мықты. Боксшылардың жартылай боксшылар жарты көптен көбі спорт шебері атақтары бар. Және 10 шақтысы халықаралық дәрежеге спорт шебері боксшылар қатысып жатыр. Қазақстанда класс А және де министрлікте күнтізбелік жоспарында және Қазақстан бокс федерациясының жоспарында бұл класс А турнир болып есептеледі. Ересектер арасында. Қазір Павлодар қаласында ересектер арасында Қазақстан Республика чемпионаты аяқталды. Бұл жыл өте күрделі жыл, себебі келесі жыл бізде әлем чемпионаты бар, одан кейін жарты жылдықтан кейін Азия ойындары бар, ол жерде Олимпиада ойындарына іріктеу болады. Өте маңызды, қазір команда ұсақталды, іріктелді. Бірақ кейбір спортшыларымыз, жаңағы атап өтсек сіздердің Қарағанды қаласынан жеңімпаз атанған Сырымбет Талғат осы жарыста қатысуда. Соның осы жарыстың маңыздылығы сонда. Кейбір Қазақстан чемпиондары осы жарыста жаңада қатысамыз деп сонда шешім қабылдады. Себебі Куба келіп отыр. Ол практика, жақсы тәжірибе біздің боксшыларға. Мәреде бақ сынаған қатысушылар мен жеңімпаздарға арнайы сыйлықтар мен ақшалай сертификаттар, сондай-ақ кубоктар табысталады. Жаннұр Үсіндетуллағызы, Еркебұлан Бекқожин, Назым Серік, Сарыарқа телеарнасы.